Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге тура кафедегідей болып шығатын макитоның рецептімен бөліскім келіп отыр. Соңына дейін менімен бірге болып, арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге лимон керек болады. 3 лимон тілімі. Мінекей осындай қалыңдықта турап алатын боламыз. Келесі бізге апельсин қажет болады. Апельсинімізді да жуып тазалап, 3 тілімін кесіп аламыз. Мінекей дәл осылай видеодағыдай кесіп алатын боламыз. Жаңа кесіп алған жемістерімізді енді ыдысымызға орналастыратын боламыз. Ең алдымен 3 тілім лимон және 3 тілім апельсин. Содан соң жалпы жапырағын, яғни мятамызды саламыз. Барлығын салып орналастырып болғаннан соң сиропымызды қосатын боламыз. Мінекей менікі осындай сироп, манго дәмімен. Үстінен салқын сарыағашымызды құямыз, немесе спрайт қоссаңыздар да болады. Әркімнің өзінің қалауы бойынша. Барлығын жақсылап қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Мінекей осымен біздің мохитомыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді, ерекше болып шығады. Тура кафедегідей. Енді сатып алудың қажеті жоқ. Видео рецепт ұнаған болса, өз ойларыңызды қалдырып, лайк басып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.